Сәлем достар, бүгін мен сіздерге сельдь под шуба салатын рулет түрінде жасап көрсетемін. Ол үшін маған қажетті заттар: 5 жұмыртқа, майонез, балық, сәбіз, қызылша, картоп және 3 сарымсақ қажет болады. Алдымен мынадай 4 бұрышты табаны аласыздар. Оның үстіне мынадай шүберекті жауып қойсаңыздар болады. Оның үстіне пакетті жабамыз. Пакеттің үстіне қазір біз керекті заттарымызды саламыз. Сол үшін бізге қажет болады. Ендігі кезекте қызылшаны теркіден өткіземіз. Қызылшаны теркіден өткізіп болдық. Енді оның үстіне майонезді саламыз. Яғни осылай салғаннан кейін міндетті түрде қасықпен жайып шығамыз. Ендігі кезекте қызылшаның үстіне сәбізді теркіден өткіземіз. Сәбізімізді жайып болдық. Енді содан кейін картопты үстіне теркіден өткіземіз. Сәбіздің үстіне картопты салып болғаннан кейін мынадай пакетпен үстін жаймендеп тығыздаймыз. Яғни үстінен жаймендеп басамыз. Болдық. Енді қайтадан аламыз. Сарымсақты арнайы құралдың көмегімен езгілеп аламыз. Яғни бізде 3 сарымсағымызды. Езгілегеннен кейін майонезге араластырып, картоптың үстіне жағуымыз қажет. Дайын болған сарымсақты майонезге салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін картоптың үстіне жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін міндетті түрде қасықпен былай етіп жағу керек. Бұл салатқа міндетті түрде жұмыртқаның ағын саламыз. Ендігі кезекте жұмыртқаны теркіден өткізіп, картоптың үстіне саламыз. Жұмыртқаны салып болдық. Енді оның үстіне балықты саламыз. Яғни балықты ортасынан бастап салуымыз қажет. Яғни орта жағынан. Салып болғаннан кейін жақсылап тұрып ораймыз. Достар, біздің рулетіміз дайын болды. Енді осыны
арнайы ыдысқа салып әсемдейміз. Дайын болған подшубаның үстіне майонезді әдемі етіп жағып шығамыз. Достар, біздің рулетіміз дайын болды. Егерде ұнаса, лайк басып, каналға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Менен жаңа видео күтуді ұмытпаңыздар. Жақында тағы да жаңа видеолар шығып тұрады.